Рамазан келген кезде бізге есімізге Қадыр түні түседі. Қадыр түні жайында енді Құран кәрімде арнайы сүре түскен, Қадыр сүресі. Енді сол Қадыр сүресіндегі айтылған сөздер бар. 1000 айдан артық жақсылығы жайында айтады. Әрине ол Рамазан келгеннен кейін Рамазанның соңғы 10 күндігінен Қадыр түнінің жаңағы жасырын сол 10 күндігінен іздеңдер деген пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Жалпы соңғы 10 күндікте біздің жаңағы ихтикаф жасап, яғни мешітте жеке оңашаланып, Алла Тағаламен бірге мешітте қалып құлшылық жасау, әрине сол кездердегі бар мүмкіндікті Рамазанның соңғы сәттерінде орындау. Қандай бір жақсы амал болмасын. Демек, сол бір уақыт сағатымыз Қадір түніне сәйкес келсе, 1000 айдан артық бұрынғы үмбеттерге берілмеген сауапты алып қалады екенбіз. Мысалы, Мұса пайғамбар, Иса пайғамбар, басқа енді мысалы Нұх алейхиссаламның өзі де 1000 жылдай өмір сүрген, бірақ Мұхаммед пайғамбардың үмбеті сол 83 жыл 4 айдың сауабын бір түннің ішінде алатын мүмкіндік бар. Дәл осы уақытта жіберіп алмағанымыз жөн.